Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін біз көже жасаймыз. Көже жасау үшін бізге мынандай бидай, яғни жуылған, таза, қоқыстары алынған бір кесе бидай керек. Және де осындай жүгері керек. Артық қоқыстары алынған, таза, жуылған осындай бір кесе жүгері керек. Және де әрине тұз керек бізге. Біз ең алдымен мына жақта біз суымызды дайындап алдық. Жаңа кастрюльге суымызды дайындап алдық. Соған осы жүгеріні және де бидайымызды саламыз. Және мынау қайнаған соң асты жабысып қалмас үшін осы бидайымыз бен жүгерімізді бір араластырып аламыз. Болды, бетін жабамыз. Көженің үстіндегі мында артық заттардың бәрін алып тастайсыздар, көпіктерін. Мындай достар, менде үйде 3 баклажка айран қалған еді. Үйдегі сол артық баклажка айранның барлығын қосып тастадым. Негізі шамамен 1,5 баклажка, егер 1 баклажка қоссаңыз сол жетеді. Өйткені айранға керемет дәм береді, құрттың дәмі шығып тұрады. Бізде Сарыағашта осындай Қапланбекте бидаймен жасалған, жүгерден жасалған көжелер сатады. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Осыны жақсылап суытып, холодильникке қойып, белгілерге ұсынсаңыз болады. Ал достар, біздің көжеміз дайын болды. Өте дәмді шықты. Осылай қою түрде жасасаңыз тойымды болады. Мынандай күн ыстық кезде жақындарыңызға жасап берсеңіз қуанып қалады. Ал канал ұнаса лайк басып, тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Әлі де көп рецептермен бөлісетін боламын. Рахмет.